Іздеумен әлеуетін әлденемін, қазаққа ән беремін, әр беремін. Жаралған жасындаймын хан тәңірден, жоғалған басындаймын хан кенен. Жалғас Қазбек, Аққұйын, Асау баспасы болатын. Ділмар, Дарын мектебі, Ізденімпаз, ұлт, филантроп, халықпен бірге болады екен. Кітап. Әдебиет деген ұлы өнерге қадам балалық шақтан басталған тәрізді. Бұған дейін бала кезімде өзім анам ақын, сол кісінің баптауымен, сол кісінің дайындауымен осы өнерге келдім десем де болады. Жалпы есімде ең алғаш өз баланың 5 жастан бері қарай сәттер есінде қалады ғой. Сол 5 жасқа толған туған күнімде анам Мұқағали Мақатаевтың «Аманат» атты кітабын сыйға тартқан болатын. Енді өзі енді оқып үйренген балаға жыр жинақ кітап сыйлау деген бір қызық дүние болды. Сол «Аманат» деген кітап бір анамның маған ұстатқан аманатындай болды. Өйткені жаңағы кітапты ашып қарасаңыз, ішінде балам ертең ұлттың жоғын жоқтайтын, алаштың барын іздейтін азамат бол, мен сенің болашағына сенемін деген бір өзінің де осындай кітабын шықтым деген бір ақжарма ниет, тілек болған. Сол тілектің жетегімен бәлкім осы өнерге келдім деп ойлаймын. Анамның ақ батасы, одан соң халықтың ықыласы осында алып келді. Ал мынау сіздер білетін қазір Аққұйын, осы қысқа әңгіме деген дүниеге келуім жалпы ол өлең жазудан басталған. Бізде Абай атындағы Дарын мектебінде ұстаздарымыз Серікқалиев ақын ұстазымыз, Алтынбек Ибрагим ұстазымыз дайындады, баптады, бәйгеге қосты, аламанға қосты. Солардың ықпалымен осы өнерге келдік. Жалпы Мұқағали Мақатай айтады, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта дейді. Өмірдің кейбір күрең сәттер болды, қиын сәттер болды. Сол сәттерде туған өлеңдер, ойлар осы дүниеге алып келді. Қазір де өзімді жазушымын деп есептемеймін, бірақ та қазақтың бір әдебиетіне инедей болсын үлес қоссам, сол мен жазушылық парызымның орындалған. Біз мынау Алатаудың бөктерінде, Көктөбенің баурайында Абай атындағы қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын дарынды балалардан алған мектеп-интернатта оқыдық, сонда өстік. Сол 4 жыл оқыған кезеңінде айтыспен айналыстым. Жалпы мүлде домбыра ұстай алмайтын, өлең құрай алмайтын жігіт едім. Ұстаздардың баптауымен, сол кісілердің ақыл кеңесімен сол додаға, аламандарға қатысып, алғаш қадамдарымыз жасап жүрдік. Тұсауымызды мынау республикалық жамбыл айтысында кестік. Сол айтыстан қанжығамызға 3-ші орын беріп қайтқан едік. Одан соң бір қызық болған бірде, осы бір шамамен 2 жыл бұрын Астанада Ақберен деген айтысқа бардық. Сол айтысқа барған кезде бір қарындасымызбен жүкталыппыз, шығыс жақтың. Сол қарындасымызға барып енді, қарындасым дайынсың ба, қазір айтсамыз екенбіз деп бір ескерткенімде, ол қарындасымыз бара беріңіз, дайынбыз деді. Болды, дайын болсам болды деп сахнаға шықсақ, ана қарындасымыз қоймайды. Сен жаңа маған келісейік деп келдің, сен маған келісейік деп келдің, мен саған келіспедім, сен неге енді халықты алдап отырсың, жаңағыдай өлеңмен өріп отырды. Сосын мен саған қалай енді жөтелемін, жай ғана сөзбен айтып кетер едім, алдымен ескерткеніме риза болсай, алып қашып кетсем сен не дер едің деп, бір сондай жаңағы сахна барысында көрермен алдында шығарған бір оймақты ойлар, аяқ астынан шыққан сөздер бір жетіп жатады да. Негізінде дайындалғаннан гөрі солай сахнада қиындықтарға кезігіп, енді неше түрлі адам болады, неше түрлі айтыскер болады. Солардың әрқайсысынан сытылып жүйрік болып шықсаңыз, онда мықты боласыз ғой. Бірақ бір айтқым келетін нәрсе бар, мен айтыспен қатар Ділмар үйірмесінде болдым. Ділмар үйірмесінде Жарқын Сәленов ұстазымыз бар. Сол кісі шешендікті, мынау сөзуарлықты, ділмарлықты нағыз үйрететін кісі. Ол кісінің де
дайындау мен топтарда көсілуді үйрендік. Жалпы айтыс пен Дилмар бүгінгі мені қалыптастырды ғой. Енді Дилмардан бүгінгі күні бір дәрежелерге, жаңағындай марапаттарға жетіп жатсақ, ол ұстаздардың еңбегі. Ал айтыстан әлі алмаған еншім бар, оны бұйырса аламандарда көрсетеміз. Қазіргі таңда жүзеге асып жатқан екі жобамыз бар. Біреу аласармас, біреу асау. Бір қызығы, аласармас осыдан 1 жыл бұрын дүниеге келсе, асау биыл дүниеге келіп жатыр. Аласармастың мақсаты бір қоғамда рухани мұқтаж, іштей руханиятқа мұқтаж жандарға көмектесу, оларға бір ықыласты дүниені ұсыну. Мысалға, алдын осыдан 1 жыл бұрын бастаған кезімізде, жаңағы Алтын Орда базар болды, сол жақта қара сөз кітаптарын таратқан болатынбыз. Осыдан бір мән ұқсаңыздар, негізі мақсатын түсінесіздер да, бір ағартушылықтың жаңағы қоғамға көмектесу түріндегі түрді. Біз бұнымен бір отбасыларға да көмектесіп, алға қарай жылжу ойымызда бар. Жалпы қоғамға пайдалы жоба, ешқандай бізге пайда келмесе де қоғамға пайда берсек деген оймен басталған жоба. Ал асау жобасы ол мүлде бөлек, өйткені мұнда руханият бар, мәдениет бар, кітап бар. Оның мақсаты тәуелсіз бір ойдың мінбері сияқты ғой. Сол мінберге кімдер шығады? Еркін ойда айтылатын азат жазушылар, азат ақындар, солармен жұмыс жасап, алдағы уақытта асау баспасынан кітаптар шығарып, ұлтқа бір пайдалы дүниені ұсынсақ, ол да біздің жаңағы азаматтық парызымыздың орындалғаны болады. Жалпы осындай екі жобаның да мақсаты қоғамға жақсы дүниені ұсыну. Дәл қазір мынау СДУ университетінде, осы Қаскелең қаласында 2-ші курста білім алып жатырмын. Мамандығым қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Бұл мамандықты өзім сүйіп таңдадым, қалап таңдадым. Себебі ұстаздық еткен ұнайды. Абайдың сөзі бар, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Расымен де баламен жұмыс ол өте ізгі жұмыстардың бірі. Әрине қажырлы еңбек талап етеді, бірақ ол ертең жемісін береді. 1-2 жылда жемісін бермеуі мүмкін, бірақ 20 жылда бір қоғамды қалыптастырып шығуға болады. Өйткені кешегі алаштықтардың, оның алдында мынау мәшһүрлердің қалаған заманы осы еді. Ер азаматтар мұғалім болуға тырысса, ол елдің бір жақсылыққа бет бұрып келе жатқандығы. Бұл Қаскелең қаласында дәл қазір оқумен, одан кейін шығармашылықпен айналсам, қаланың дүрмегінен, дүрбеленінен қашқан жазушыдаймын. Өйткені жазушы дегенде дәруіш деймін, өйткені бұл жақта ой іздеп сабыламын, өрнек іздеп сенделемін, бірақ түбінде бір жеміс боларына сенемін. Студенттік шағымның Қаскелең қаласында СДУ университетінде өтіп жатқанына өкінбеймін. Себебі бұл жақта орта берді. Мысалға, өзіміздің қазір Оян театрымыз бар. Бұл Оян театры біздегі актерлық қабілетті шыңдап жатқан жоқ. Бұл театр өнерді қалап келе жатқан көрерменге ықыласты дүние ұсынып жатыр да. Ол театрға кіріп шыққан адам бір ләззат алып шығады, бір ой түйіп шығады. Шерхан Мұртазаның айтқанындай, театр көбейсе түрме азаяды дейді. Дәл сол секілді әр университетте театр болса, түрмеге түсушілер азаяды дейді. Қиянатқа, қиятын құлагерді, жұртым үшін қасқайып тұрам енді. Мені датып тастаса сен жылама, мен өзгертіп өлемін, бірақ ел.